Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайыптеген жадыра. Бүгінгі практикалық жұмыста осындай қызықты практика жасайтын боламыз. Егер де қызықтыратын болса, онда видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп, видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бұндай презентация жасау ешқандай да қиындық тудырмайды. PowerPoint ашамыз, мышканың оң жағын басып, формат фона дегенге барамыз. Цвет деген жерден керекті түсті таңдаймыз. Одан кейін вставка, оның ішіне рисунки деген жерден керекті суретіміз таңдаймыз. Мендегі сурет PNG форматта. Бұндай форматтағы суретті қалай жасаймыз, яғни суреттің артындағы фонды қалай алып тастаймыз, оны білу үшін описание бөлімінде тұрған видеоның сілтемесіне өтіп, көріп үйреніп алсаңыздар болады. Мінекей суретімізді размерін келтіріп осылай қойып аламыз. Одан кейін вставка, оның ішіне надпись дегенге барып, текстімізді жазамыз. Текстің көлемін 150-ге ұлғайтамын, ал шрифтті Arial Black дегенге қоямын. Ол негізі орыс және ағылшын тілді әріптерге арналған шрифт. Қазақша әріптер үшін Segway We Black деген шрифтті таңдағандарыңыз дұрыс. Енді мына жерде түсін ақ етемін және упредочить деген жерден на задний план дегенді таңдаймын. Немесе мышканың оң жағын басып та на задний план деп таңдауға болады. Одан кейін дәл осы текстті копировать етіп қайтадан вставить етеміз. Көшіріп алған екінші текстке өзгеріс жасаймыз. Осы текстті белгілейміз де жоғарыда формат фигуры дегенге барамыз. Заливка тексті деген жерден нет заливка деген таңдаймыз. Яғни түсін алып тастаймыз. Одан кейін астындағы контур тексті дегенге барып ақ түсті таңдаймыз. Және контур тексті деген жерден толщинадан жуан толщинаны таңдаймыз да. Осы жаңағы алдыңғы тексттің үстіне апарып қоямыз. Сол кезде міне осындай әдемі эффект көрінеді. Енді сол жақтағы бір деп тұрған презентацияның үстіне басамыз, мышканың оң жағымен дублировать слайд деген таңдаймыз. Осы екінші презентацияға барамыз да, мына екі текстті бір-біріне ажырата тұрамыз, және екеуін кітіріл батырмасын басып отыру арқылы белгілеп алып, оның көлемін 170-ге ұлғайтамыз. Және текстті әдемілеп ортаға қарай ыңғайлап келтіріп аламыз да, астыңғы тұрған тексті үстіне қарай қайтадан жылжытамыз. Және бірінші презентацияға қайтадан ораламыз. Және де экранды кішірейтіп аламыз. Өйткені қазір мына тұрған суретті астына қарай түсіруіміз керек. Әлде де экранды кішірейтейік. Мына суретті астына қарай түсіреміз. Енді сол жақта тұрған 1-2 деп тұрған презентацияның екеуін кітіріл батырмасын басу арқылы белгілейміз, немесе кітіріл А комбинациясын қолданамыз. Одан кейін переходы деген жерден трансформация дегенді таңдаймыз. Осымен біздің презентациямыз дайын болды. Енді үлкейтіп қарасақ, осындай әдемі эффект шығады. Неге 150-170 деп қойды? Өйткені 150 болған жерде кішкентай, уже сурет шыққан кезде 170 шрифтпен уже үлкейіп шығады. Осындай әдемі эффект шығады. Құрметті көрермен, егер де бүгінгі жасаған практикалық жұмыс сіздерге ұнаған болса, онда реакцияларыңызды білдіре отырыңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер, себебі бұдан да бөлек практикалық жұмыстар өте көп, және алдағы уақытта әлі де шығады. Және де педагогтарға арналған түрлі пайдалы сайттар, жасанды интеллект туралы тақырыптар бар. Сол үшін менің каналымнан алыстап кетпеу үшін, жоғалтып алмау үшін міндетті түрде тіркеліңіздер.